Тоқаев тыңданышшы. Бұрын бала кезімізде арман тілегімізді Аяз Атаға жазатын едік. Ал қазір өз атынан ғана емес, менімен ойы үндес мыңдаған қазақстандықтың атынан жаңа жыл қарсаңында тілегімізді орындар ма деген үлкен үмітпен үндеу жолдағым келеді. Қасым-Жомарт Кемелұлы, соңғы 5 жылда қарапайым халықтың тұрмысы қалай өзгерді, соған бірге көз жүгіртсек. 2019-2020 жылдары Алматы яки Астанада 2 бөлмелі пәтерді 20-25 миллион теңгеге табуға болатын. Ал қазір олардың құны 40-50 миллион теңгеден асып кетті. Яғни 2 есеге қымбаттады. Азық түлікші. Ресми статистикаға сүйенсек, соңғы 5 жылда күнделікті тұтынатын негізгі азық түлік бағасы 60-70%-ға өсті. Ет, сүт, ұн бәрі қымбат. Бензин де дәл солай. Бір кездері литріне 160-170 теңге төлеген жанармайдың құны қазір 300 теңгеден асып отыр. Ал осы уақыт аралығында қарапайым қазақстандықтардың жалақысы дәл осындай қарқынмен өсті деп айта аламыз ба? Өкінішке қарай жоқ. Айлық көбейгенмен оның салмағын қымбатшылық жұтып қойды. Қаңтар қасіретінен кейін халық үлкен өзгеріс күтті. Сөз жоқ, реформалар басталды, бірақ қымбатшылық қысқан заманда ол реформаларды қағаздан оқу бір басқа, күнделікті өмірде сезіну мүлде бөлек. Жаңа 2026 жылы біздің мына өтінішімізге құлақ асыңызшы. Елдегі ең төменгі күнкөріс жалақысы 300 мың теңгеден асса, айлық көтерілген кезде азық түлік бензин бағасы қоса қымбаттамаса. Былайғы кезде батысты жиі тілге тиек етеміз. Онда неге батыстағы, мәселен, Америкадағыдай тұтынушылық кредит бар, автокредит бар, басқа несиелердің пайызын төмендетпеске? Біздегісі сұмдық шарықтап тұр. Қашанғы қазақстандықтар банктің құлы болуы керек. Жердің асты да үсті де бай елміз. Сол байлықтың қызығын талай жыл санаулы адамдар көрді. Енді елде өз несібесін алғысы келеді. Әр қазақстандық үйлі, көлікті, ертеңіне сенімді өмір сүрсе, ел тыныштығының басты кепілі осы емес пе? Жаңа жыл қарсаңында Аяз Атаға емес, өз президентімізге осы үмітімді аманат еткім келеді.